Алтыбақанды жасап көрейік. Бізге керек жасылдан 1, 2, қызыл 1, 2, 3, 4, 5, 6, сұр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сары түс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Көк түс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сары мен көкті қосамыз. Көкпен сұрды жалғастырып, көкке сары, сұрға қызыл, қызылға көк, сарыға сары, көкке көк, сарыға қызыл келеді. Екі сұрды қосып біз жалғастырамыз. Бірінші жағы дайын болды. Тағы бір рет қайталайық. Сары мен көкті қосамыз. Көкпен сұрды жалғастырып, көкке сары, сұрға қызыл, сарыға сары, қызылға көк, көкке көк, сарыға қызыл келеді. Екі сұрды қосып біз жалғастырамыз. Алтын бақаның екінші жағы дайын болды. Екі жаққа көкпен жасыл, екі сары, екі жақтан көк арқылы қосылады. Орындықтың кезегі келді. Екі сұрды қызылмен, көкпен сарыны да қызылмен қосып қоямыз. Жасыл бөлшек арқылы орындықты бекітеміз.